Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен жаяу күндізгі серуенге шықтым. Мынау Ақтөбе қаласының теміржол вокзалындағы көпірдің үстінде тұрмын. Бірінші жолда жолаушылар пойызы келіп тұр. Биіктен қарағанда барлық ғимараттар, жердегі жүрген адамдар, көліктер, пойыздар барлығы басқаша көрінеді. Мынау біздің Ақтөбенің теміржол вокзалы. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, құрбан айт. Барлық тілеп жатырған дұға тілектеріңіз, шалып жатырған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Алла тағала мерекеден мерекеге аман сау жетуді нәсіп етсін. Әр шаңырақта денсаулық болсын, мол ырыс несібе болсын. Әр кезде күнде бір-бірімізге осындай аппақ тілектерді жолдауды, арнауды Алла тағала нәсіп етсін. Мен ылғи да осылай уақытым бар кезде күндіз жүрген, жаяу жүргенді, күндіз болсын, кешке болсын, таңда болсын, өте жақсы көремін. Төмен қарай түсіп келе жатырмын. Жаяу жүруді дағдыға айналдырыңыздар әрқайсыларыңыз. Өйткені біздің адамның организмінің жақсы болуы, жүрек соғысының қалыпты болуы, жаяу ұзақ өмір сүруіміз, қартаймауымыз осы біздің жаяу жүргенімізге бірме-бір байланысты екен. Енді қазіргі таңда ақпарат өте көп. Ізденген адамға керемет пайдалы ақпараттарды алуға болады. Әр күні, әр таңда ең кем дегенде бір жарты сағат өздеріңізге арнап жаяу жүретін болсаңыздар, бұл сіздердің өмір жастарыңыздың ұзақ болуына, сіздердің қартаймай ұзақ өмір сүріп, жас болып, күш қуаттарыңыздың, энергияларыңыздың жоғары болуына бірме-бір көмек, тегін ем деп айтуға да болады, тегін процедура деп айтуға болады. Сондықтан да әр қашанда өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізді күтіңіздер,
денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Профилактика деген мәдениетті сақтаңыздар. Біздің халықта осы профилактика жетіспейді. Біздер өте көнбіс, өте өзімізді жақсы көрмейтін, өзімізді аямайтын, өзге үшін өмір сүретін адамдармыз негізінде. Ол қате пікір. Алдымен өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізді күтіңіздер, өздеріңізде денсаулық болатын болса, өздеріңіз күш қуаттарыңыз жоғары болатын болса, қартаймасаңыздар, сіздерді барлық адамдар жақсы көретін болады. Барлығы бұл өмірде өзімізден басталады. Не нәрседе? Сол өміріміздегі басты адам өзіміз біз. Әр адам өзін бірінші орынға қойып, бірінші жолға қойып, сондай көтеріңкі көңіл күйде жарқырап, қуанып жүретін болса, айналамызда сондай жағдайлар болатын болады. Ол өмірдің заңдылығы. Сондықтан да мен сіздерге ұзақ ғұмыр тілеймін, мықты, қыстай қатты денсаулық тілеймін. Әрқашанда өздеріңізді жақсы көріңіздер. Сол кезде барлығы тамаша болады. Мен сіздерді жақсы көремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізде барлығы тамаша болады, бізде барлығы керемет болады. Сау болыңыздар, мерекелік күндеріңізге сәттілік. Мен алда әлі талай қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Күндеріңізге сәттілік, мен сіздерді жақсы көремін.